күн болсын, қайырлы кеш болсын. Сағат нешеде көріп жатырсыздар білмеймін. Сіздермен осындай жаңа бір рубрика бастайық. Қолымнан келгенше осындай қысқа видео жасауға тырысамын. Осылай ары-бері за рулем жүрген кезде сұрақтарыңыз болса жаза кетсеңіздер болады. Менің күнделікті көрген, байқаған нәрселерімді осылай қысқа бір-екі нәрседен айтып тұрсам деген ниеттемін. Жақсы ұнатсаңыздар, бөлісе отырыңыздар, пікір қалдыра отырыңыздар. Парақшама жазылмаған болсаңыздар, жазыла отырыңыздар. Осылай күнделікті емес, қолынан келгенше аптасына бір-екі рет шығаруға тырысамын. Иншалла. Бүгінгі тақырып бізде әдепке байланысты тақырыптар болса, ең алдымен мынау осы енді көлікте келе жатырмын ғой мен. Көлікте келе жатқан кезде кісілерді өткізу үшін, енді бізде Мысырда светофор көп жоқ, келгендеріңіз біледі. Сол себепті алдымыздан кісілер өтіп қалады, аяқ астынан кейде, көп жағдайда деген дұрыс шығар. Сондай жағдайда біз не жасаймыз? Сондай жағдайда былай өте беріңіздер деп емес, андай әдеби тұрғыда, құрмет тұрғысында, этика тұрғысынан жақсы болу үшін былай қолыңызды осылай былай өтсеңіздер болады деген сияқты айтсақ болады. Екінші мәселеде адамдарды шақырған кезде, немесе бір бөтен бір кісіні шақырған кезде, енді әрине жақыныңыз болатын болса, жақыныңызды былай түртіп шақырасыз ғой, немесе атын атап шақырасыз. Ал енді басқа бөтен бір кісі болатын жағдайда, мына жаққа көмектесетін бір кісі бар ма екен, мына жерде кім тұр екен деген сияқты. Сосын ешқашанда былай адамды түртпеңіздер, өтініш, немесе былай қараңыздар, тем более қыз бала болатын болса, қыз бала ер кісіге итаки тиюге болмайды, ол кісіге тиісуге болмайды, бөтен адам болса, сол үшін қолдан келгенше дауысыңызды көтеріп шақыруға тырысасыз, әдеби тұрғыдан шақыруға тырысасыз, әдебіңізді сақтап, құрметіңізді сақтап, тіптен болмайтын жағдайда ол кісінің алдына барасыз да, жаңағы маған осылай көмек керек еді деген сияқты алыса тұрған болсаңыз жақында барасыз. Тіптен естімейтін, сізді бір естімеген жағдайда болатын болса, мысалы қолыңызда осылай бір нәрсе тұратын болса, сол нәрседен былай түртсеңіз болады адамға. Басқа жағдайда не в коем случае сіз қыз бала ретінде, әйел кісі ретінде бір бөтен еркек адамның денесіне тимеңіз. Категорически это нельзя. Жарай ма? Сондай. Сол үшін осындай нәрселерді, енді байқаған, көрген нәрселерімді қасымда болсын, осы жерде жүрген кезде болсын, айтуға тырысамын, иншалла. Тағы да басқа бір қандай мәселелерді қозғағанды қалайсыздар, комментарийға жаза кетіңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ассаламу алейкум.